Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі тез дайындалатын шоколадты брауни пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына описаниеда қалдыратын боламын. Ал енді бастайық. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды су моншасында немесе микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз, қант саламыз. Егерде қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, қант салмасаңыз да болады. Ұн саламыз. Какао қосамыз. Разрыхителімізді саламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Дайындап алған массамызды формамызға құятын боламыз. Мен осындай стеклянный ыдыста пісіретін боламын. Асты жабысып қалмас үшін осындай фольга жайғастырдым. Сіздер бұл пирогты диаметрі 18 немесе 20 сантиметрлік формада пісірсеңіздер болады. Пирогымыздың асты жабыспас үшін пергамент жаямыз, немесе сары майды жақсаңыздар болады. Пирогымыздың бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады, шоколадпен немесе арахиспен. Пирогымызды 180 градуста 25 минуттай пісіретін боламыз. Пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен қарауды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Іші барлығы толықтай пісіп, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.